Бәрекелді. Жуықтан бері сайыс өнеріне төселіп қалған екенсіңдер, ә? Қожайын, шай ішіңіз. Әй, оң құлақтарыңмен тыңдаңдар. Қожайын бар өнерін салған жоқ. Егер бар өнерін салар болса, бастарың жарылып, мұрындарың қанап, көкелерің көздеріме көрінуші еді. Бұлай десең, онда мен жаналғыш Әзірейіл болдым ғой, а? Қанеки. Қожайын, менің айтпақшым олай емес. Кезінде сіз қан майданда ұрыс салып жеңімпаз сардар болған жансыз. Ляу жасақтары лусардардың жалауын көргенде жүректері жарылып кететін әуелі. Сіздің өнеріңізді пақырыңыз ғана емес, тұтас ел алқайды. Сері жігіт. Сері жігіт. Қожайынмен неге белдесіп көрмейсің? Естуімше сенің өнерің үстем болғандықтан белдесетін әріптес кезге бермейді дейді ғой. Бар өнерді қожайыннан үйрендім. Енді ол кісіге қару сілтесем жараспас. Ли шаруа басқарушы, асыра мақтадың. Ай, Сері. Қожайын. Екеуіміздің сынасып көрмегенімізге талай уақыт болған екен. Сен күні кешке дейін ән күймен, жазу сызумен болып, қару өнеріне қарайып қалмаған шығарсың. Қожайын, мына сөзіңіз шынбайыма батып кетті ғой. Әміріңізге қолдық. Қане. Қожайын, сойлалыңыз. Қожайынның сойл өнері бүкіл жұртқа аян. Сері арқан қышып тұрма қалай? Шаруа басқарушы, үй шаруасынан қайлап, мал мүлік басқаруға шебер болғаныңмен, қару өнерінен құр ұстаған жансың. Пақырын қару өнерін қожайыннан үйренген. Қожайын менің ұстазым. Ол кісі барлық өнерге төселген жан. Бұл кісінің қолына су құйып беруге әлі жарай қойған жоқпын. Қожайынымның сойыл сілтеп, бой жазуынығына серік боламын. Лейгу, Янчин асқан өнерлі жан. Ол мені жеңіліп ұятқа қалама деп аяп тұр ғой. Янчин, сойылдастықанда әстаянбай, бар өнеріңді сал. Мақұл, қожайын. Қожайын, өнеріңізді үйретірсіз. Қожайын, пақырыңыз жеңілді. Рас жеңілдің бе? Әй, мен жеңілдім десем, қожайынның арыны қайтып қалмай ма? Ұста мұнаны. Ханым.
тамаша шегілген өрнек екен. Қожайынның асқан шебер ұсыныс етіп, денеме гүл өрнек шектіріп бергеніне алғыс айтамын. Осы тамаша өрнекке жұрттың бәрі таң тамаша болады. Ой, жарайды, өте керемет. Бәрекелді, керемет. Ой, бәрекелді, керемет. Önümüzü bekene. Керемет болды. Қане, түрегіл. Аға, су ішіңіз. Қожайын, су ішіңіз. Яншин, сенің өнерің барған сайын кемелденіп келеді екен. Көп өтпей, менен асып кететін көрінесің. Әй, қожайын асырамақтарыңыз. Жайшылықта қолым бос болған соң нөмір жаттығамын. Ал сіз жұмыс басты боласыз. Және әскери өнерді зерттейсіз. Жаттығатын сізде қайдағы уақыт. Қане. Жарайды. Бүгін жігер қайратым тасқындап тұр. Жуықтан бері үйден ұзап шықпай зерігіп қалдым. Әй, бүгін біраз сейіл құрып, аң аулап келейін. Жарайды. Ли шаруа басқарушы. Үйде бекер қарап отырмай, қожаймен бірге сейіл құрып кел. Солай Лигу. Сен де бізбен бірге жүр. Солай шаруа басқара. Бізбен бірге жүріңіз. Қожайын, бүгін есеп қисап адақтайын деп едім. Әй, азын-аулақ есеп қисапқа бас қатырып қайтайын деп едің. Болды, қашқарақтамай бізбен бірге жүр. Мақұл, онда аңға киіп шығатын киім киіп келейін. Әй, шаруа басқарушы. Қожайынды көп күттірме. Екеуміздің есік алдында қожайынды тосып тұрғанымыз жөн болар. Сендер дайындала беріңдер. Мен барып киімді ауыстырып келейін. Байбатжан. Ханым. Шаруа басқарушы, жүрмейміз бе? Çu. 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 Asıl zada bu cüy. Жұлдызың оңынан туып маңдайың жарқырап тұрған жан екенсің. Қара жойпан. Аға. Мына Данның ордасы думан декен, ә? Солай. Бұлары тамаша екен. Çu. 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 Ана жерге жығылды. Қожайын! Қожайын,
ештеңе етпеген шығарсыз. Неткен қатерледі. Әлі төрт аяқтыны қуамын деп, жанымнан жұда бола жаздадым. Сері бауырым, сен болмасаң аман қалмаушы едім. Аман қалғансаң шүкіршілік. Қожайын, амансыз ба? Аманмын. Жақсы тер қанаты деуші еді. Талай жыл қанатым болып, бүгін мен үшін осында жайрайды. Қожайын, адам баласының өзі жазмыштан қашып құтыла алмайды. Ат үшін қамақ кетпеңіз. Бұл да тағдырдың жазмышы ғой. Жазмыштан озмыш жоқ деген. Қожайын, уақытта бір жерге барып қалыпты. Бір жер тауып, демалып, тамақтан айық. Айтпақшы, тоғайдың сыртында бір шайхана бар еді, соған барсақ қайтеді. Жарайды. Мына жамылғымды тұлпарыма жауып, жақсылап, көміп қойыңдар. Сендер қожайынның атын ордан шығарып, көміңдер. Қонақтар, төрлетіңіздер. Біраз күте тұрыңыздар. Hey. Dayaşı, şey ekin. Mine келдім. Асықпай алыңыздар. Ақылша, әлгі асылзада қашан қайтып келеді? Oda жұмысың бар ма? Жоқ. Жұмысың жоқ болса, асықпа. Осында тосамыз. Бүйтіп мелчиіп отырғанға шыдай алар емеспін. Қонақтар қане? Жақсы шай болса келіңдер. Мақұл. Қане, мұна жаққа. Қане, көре, отырыңыз. Әке, қонақтарға биылғы маужен шайынан қайнатып беріңіз. Жарайды, дереу қайнатамын. Қонақтарға жейтін бірден апарып береді. Шөлдеп кеткен екенбіз. Әуелі ханымның жаңадан ашытқан арағынан ауыз тиейік. Қане. Ханым, арақты барған сайын жақсы ашытатын болып келеді. Расында тамаша, шөлді басады екен. Міне, қарманан келді. Жер жаңғағы келді. Ең тамаша маужен шайы келді. Қожайын, мынадан жеп көріңізші, ыстық екен. Өзің жей бер. Мен мына шайдың дәмін көрейін. Иә, сері жігіт, жесеңші.
Дәмді екен. О, иісі мұрынды жарады ғой. Жақсы екен. Çay dayım buldu. Әке, бәрі есінен танып қалды ма? Әке, мұнаны қараңызшы. Бірнеше үй салып болсақ та жететін ақша болады. Бағалы бүйім екен, сатып жіберіп, жешеңдемдетейік. Әке, мынау үшеуінің киген киіміне қарағанда бай әулеттікі болса керек. Мынау оқымысты сияқтысын қоя берейік. Ал міне екеуін байлап барымтақ ұстайық, сонда көп ақшаға ие боламыз. Сөйтейік, болмайды. Біз шешеңнің өкпе ауруын емдету үшін ғана ақша тонаймыз. Әсте пейуаздардың қанына қарыздар болып, адамгершіліктен безіп, арам ниетке салынуға болмайды. Әке, алаңдамаңыз. Мына жапан далада үшеумізден басқа жан баласы жоқ. Бұл үшеуін бауыздап жолбарысқа жем қылсақ та ешкім біліп жатқан жоқ. От тапсын. Біз жан алғышады емеспіз. Айтқаным бойынша, олардың жанындағы асыл жақыт бұйымдарын алып, өздерін жолға апарып тастаңдар. Есеңгіреткіштерінің күші қайтқаннан кейін өздері қайтып кетеді. Әке, мынау аласапыран заманда адамгершіліктің несін ауызға аласыз? Ақшалы болсақ шешемізді аурудан айықтырсақ, бір үйлі жан Ляңшан қопасына шапағатшы Сунжаңның қолына қосыламыз. Ол арада ет жеп, шарап ішіп, көңілді тұрмыс кешіреміз. Мыналарды өлтірсек, бай мәнәпті тонап, жауырларға қарайласып, Ляңшан қопасына барудағы бет жүздігіміз болады. Батыр, ұрмаңызшы. От қайтарғыштарын әкел. Тез бол. Мақұл, дереу әкелейін. Қожайын. Дәріні тез әкел. Міне келдім. Қожайын. Сері. Бұл тегі не жағдай? Әлгінде мына сұмырайлар шайға есеңгіреткіштер қосыпты. Жаңа ғана сізге от қайтарғыштар ішкіздім. Қолыңа не болған? Ештеңе етпейді. Жеңіл жарақат қой. Қожайын. Төре, шыбын жанымды қия көріңіз. Оңбаған сұмырай. Сендермен ұзында өш қысқада кегім болмаса, неге жанымды алмақ болып, інімді жаралайсың? Сенің жаныңды жаһанамға жөнелтемін. Қожайын, тұра тұрыңыз. Себебін біліп алып өлтірсек те болады ғой. Айтқане. Қасықтай қанымды қия көріңіз. Фамилиям таң. Осы тоғайда аңшылықпен күнелтеміз. Қосағым науқастанып қалып емдетуге қолым қысқа болғандықтан есеңгіретіп барып адам тонайтын кәсіппен айналысып қалдық. Төрелердің қанына ортақ болу ойым расында жоқ еді. Кішілімнің көңіліне арамды ұялап, оны райынан қайтара алмадым. Қожайын, ашуланбаңыз. Менің жарақатым жеңіл. Мына қарияның айтып отырған науқас адамын көрейік. Шын ба екен? Сосын бір бекінге келерсіз. Онда әйелің қайда? Науқастанған кемпірім осы. Өкпе ауруы ұқсайды. Шипагерге көрсеттіңдер ме? Бірнеше буда дәрі ішкен. Кейін ақша жоқ болғандықтан дәрі алмады.
Seri, analардың буынын орнына түсіріп бер. Мына төре сері еншін болып жүрмесі егеді. Дәл сол. Онда сіз асылзада лужуи болдыңыз ғой. Дұрыс айтасың. Келіңдер, дереу асылзада лужуиге тағзым етіп кешірім сұраңдар. Көрмес түйені көрмес деген екен. Асылзадан тонап, серіні зақымдағанымызды қара. Асылзада кек сақтамайтын кең пейіл жан екен ау. Бізді өлтірсеңіз де кегіңіз тарқамас. Төренің жанымызды қиғанына рахмет. Рахмет. Шөңді бірде өлтірсем де кегім қайтып ашуым тарқамайды. Отбастарыңда ауру адам бар болғандықтан, бүгін жандарыңды қидым. Мына екі ұлыңда білек күші бар көрінеді. Менің сарайыма барып, қақпа күзетшісі болсын. Өзің шайды көрім қайнатар екенсің, ас үйде от жағып, маған шай қайнатып бер. Сендер дереу дайындалып, бәйбішеңді ертіп, бізбен бірге қалаға барып, ауруын емдет. Төренің мейіріміне рахмет. Әй, Сері, осы денге келгенде ештеңені сезбеген едім. Сен қалай сездің? Қожайын, мен осы денге келгенде-ақ олардың ойын байқадым. Қонақтар, сәл күте тұрыңыздар, дереу келе ме? Бүгін жолым болмады. Сері, сен қасымда болсаң, әрқандай қауіп қатерден аман алып қалып жүресің. Қалаға қайтып барған соң, ана науқасты Құйчунтаң емханасын ертіп апар, өзіңде қолыңды таңдырып ал. Ләппәй, қожайынның айтқанын орындаймын. Ес, қалмай елесіп отырыңдар. Қара жүйпан. Қара жойпан. Не болды? Уақыт болды. Кім мені хайуанмен бірге Тағдырды жатқызған? өмірді, Сен місің? туды өлуді де болжайман. Ақсүйек болатынды да, қарашалыққа қалатынды да айраман. Жазмыштарыңды білгілерің келгендерің бермен кел. Бір жолым бір сәрі күмес. Тағдырды өмірді, туды өлуді де болжаймын. Ақсүйек болатынды да, қарашалыққа қалатынды да айраман. Тоқтай тұрыңыз. Жазмыштарыңды Тағдырды қалай болжайсыз? Ақысы неткен жоғары? Пақырыңыз жазмышты, тағдырды болжайды. Туды, өлуді де біледі. Қане, үйге кіріңіз. Жарайды. Қане, шай алыңыз. Балгер, мекеніңіз қай жер? Аты жөніңіз кім болады?
Ақырыңыздың фамилиясы Жан аты Юң. Ата мекенім Шәндоң. Пенделердің көрішік күнім болжап тууын өлуін, я ақсүйек боларын, я қараша боларын алдын ала білемін. Мына шәкіртім Мылқау. Өзіңізді осында шақырғаным, жуықтан бері алағызып, көңілім жай таппай жүр. Алдағы күндерімді болжап берсеңіз қалай? Тағдырыңызды болжатпақ болсаңыз, алдымен бір сәрі күміс беріңіз. Келіңдер, мына кісіге бір сәрі күміс әкеліп беріңдер. Әуелі жасыңызда, туылған жылай күніңізді айтыңыз. Пақырыңыздың фамилиясы Лу. Аты Жүнyi. Биыл 32 жастамын. Тышқан жылы көкөк айының 3 жаңасы 5 шағында туыппын. Адамдардың балаштырғанда бақытын сұрамай, пәле қазасын сұрайтын әдеті болушы еді. Менде бақыт байлық жөнінде сұрамақшы емеспін. Тек қазіргі көрініп тұрған жазмышты ғана болжап беріңіз. Фамилиясы Лу. Аты Жүнyi. Биыл 32 жаста. Тышқан жылы көкөк айының 3 жаңасы 5 шағында туылған. Мына шәкіртім Мылқау еді. Байбатша, таңырқамаңыз. Пақырыңызға жақсылық көрініп тұрма, әлде жамандық көрініп тұрма екен? Түскенін айтайын ба? Солай. Не көрінсе, соны айтасыз. Оқасы жоқ. Байбатша, жуықтан бері ауырғыштап жүрсіз бе? Пақырыңыз қару өнеріне жаттыққан адам. Денсаулығында айтар жоқ. Тек жуықтан бері сол қабағым тартып, басылмай жүргені. Жүзгіннің ары берісінде өміріңізге қанды қатер төнгелі тұр. Үйіңіздегі қазына мүлкіңізді талап алып, өзіңізді кескілеп өлтіреді. Менің мұна шәкіртім туада саңырау сақау болғаны мен балашқанда балған ет сөтінен біліп қояды. Оның күлгені жылауға ұқсағанда үлкен қатер төнетінін білдіреді. Балгер, бұл не дегеніңіз? Пақырыңыз Бейжіңде туылып, бала жастан бақыт көрген, қара көктің тұқымы. Мен тұрғой ата-бабаларымызда заңға қайшылық еткен еркек кіндікті. Туған туысқандарымызда жол жосынды бұзған әйел заты да жоқ. Оның үстіне пақырыңыз істі бабымен істейтін жан. Жолсыз қалданбайды, арамды малданбайды. Сонда қалай қатер төнбекші? Ол дүние жағымпаздануға ғана жаралған. Балда не көрінсе, соны айтып тұрсам, сөзімді жалғанға баладыңыз. Болды, пақырыңыз тайып тұрсын. Ашуыңызды басыңыз. Қалжыңымды шын көргеніңіз бе? Сөзіңіз дүзбей,
жалғай беріңіз. Ақырыңыз турасын айтады. Әй, жамандықты жасырып қалмасаңыз болды. Айтқаныңызға мақұлмын. Бай батша, туғаннан бақытты болып келе жатқан жансыз. Бірақ биылғы жыл мүшел жасыңыз екен. Ұшық осы мүшел жасыңызға тура келіп тұр. 100 күннің ары берісінде ажалыңыз жетеді. Тағдырдың жазуы туада белгіленген нәрсе. Қашып құтылу мүмкін емес. Балгер, бұл бәледен құтылуға бірер себеп табылар ма? Оңтүстік шығыс жаққа қоныс аударудан басқа ләз жоқ. 100 шақырым шалғайға кеткенде ғана бұл пәле қазадан құтылуға болады. Егер осы пәле қазадан құтылатын болсам, жақсылығыңызды ақтармын. Балға түскен 4 сөйлем сөз бар. Үйіңіздің қабырғасына жазық бояйын. Келешекте алдыңыздан шыққанда сөзімнің шын екеніне сенетін боласыз. Келіңдер, сия қалам әкеліңдер. Жаза беріңіз. Әурелік қой. Жолдарыңыз болсын. Булығы бәрін шыдадым. Ақылшаға, ақсақты тыңдай, өтірікті шындай соқтыңыз. Әлгі байбатшаны отырғызып кеттіңіз. Мына жармақты жұтып қоям ба деп қорықпаған болсам, күлкіден тұра алмай қалатын едім. Келелісіме кесіріңді тигізе жаздадым. Ақылшаға, шаруанды тындырдық, енді яңшанға қайтпаймыз ба? Тындыратын тағы бір шаруа бар. Соны бітірген соң бірақ қайтамыз. Ой, енді қандай шаруа? Күн болса батып барады. Менің шегім шұрылдап кетті. Ендігі істейтін жұмысымыз шарап ішу. Шарап ішеміз бе? Жақсы болды. Ақылшаға, жақсы болды. Жармақты әкел. Әлгіндегі жармақты айтамын. Шараптың ақшасын маған төлетпексіз бе? Ақылшаға, сіз де тымсыған екенсіз. Аузыма салған жармақты айтасыз ба? Шарап ішкенде де оны аузыма салып отырам ба? Осы ма? Ой, тостаған мен шарап ішіп асап-асап ет жегенде, оны байқаусызда жұтып қойсам қайтемін. Ақылшаға, қалайша мені ылғи осындай қатерлі іске итермелейсіз? Аузыңа салып алып сөйлемей отырсаң болған. Басқасында менің жұмысым жоқ.
Мынау өзіміз ашқан шарапхана болғандықтан осырақ отырамын. Арақ ішсеңіздер, басқа жерге барып отырыңыздар. Мен өзіңізді іздеп келіп отырмын. Ішкі мүшелерді бұзатын шарап іздеп келіп отырғам жоқ. Балгер болсаңыз, жабырқау екенімді болжай алмадыңыз ба? Есімді шығармай, аулақ жүріңіздер. Шын таланат өмірге асқақ болып туылған, елеусіз жан боп өтуге қалай ғана шыдайды. Таныштық үшін кешуге болар еді сұлудан, тұрлаусызсың деп оны бір сиқырлын қимайды. Жүрейік. Әй, Балгер, отырыңыз, асықпай әңгімелесейік. Қане? Отырайық ба? Даяшы, Міне келдім. тез бер кел. Қонағым. Бүгінгі жаңа шараппен ең жақсы қуырмаштарды түгел әкел. Мына кісілерге дастархан жаям. Ямақ. Қопалы қамыс ішінде теңселеді бір қайық. Арда бер барып сол жерге құрбы серуен лайық. Әділет ері білсегер, осы бір сөздің мән жайын бүлік сап қашып құтылып, келтірген жөн ыңғайын. Байбатжам, Ханым, тамақ жеп алыңыз. Көңіліңіз көпті болса, маған айтыңыз. Әлгі балшының сандырағына сене көрмеңіз. ханым алаңдама. Бұл істі өзім бір жайлетемін. Байбатжам, бүгін сыртта бір күн жүріп, шаршадыңыз. Мынау алақат қосып қайнатқан тасбақа сорпасы, ыстықтай ішіп алыңыз. Жарайды. Қоя сал. Біраздан соң ішемін. Ханым, бүгін өзіңді шаршадың. Ертерек жатып демал. Бара бер. Қане Балгер, сізге бір тостаған шарап ұсынайын. Бүгін сөзіңізді естіп көңіл сарайым ашылғандай болды. Бұлай болсын. Сіздер асықпай отыра беріңіздер. Ақысын есеме жаздырақ қойдым. Басқа біраз шаруаларым бар еді. Мен қайта берейін. Көп рахмет. Мына ақымақтай, Ақылшаға, бүгін сіздің шын бейнеңізді көргендей болдым. Мен бұрын оқымыстыларда қолдарынан кітап түспейтіндер ғана деп ойлаушы едім. Бүгін ғана білдім. Арамза, нағыз Арамзаның өзі екенсіз. Жұрт көңіліне лаң салатын сұрқияның өзі екенсіз. Сен қара жойпан, екі тостаған арақ ішіп алып, аузына келгенді көкіме. Менің бұлай істеуім еңшан қопас үшін. Тура, дұрыс айттыңыз. Соңжан ағай сізді қызыл тілге келгенде алдына жан салмайды деген болатын. Сөзден қуырдақ қуырады деген. Қуырдақ? Қара жойпан. Қара жойпан. Әлгі жармақ қайда? Жармақ? Қайдағы жармақ?
Мен оны жұтып қойыппын. Жарайды. Үлкен жұмысты бітірдік. Түн қатып тау бекінісіне қайтып, Байбатшаны қарсы алудың дайындығын көргеніміз жөн. Бас қосқанда арыстар шараппенен сыйласқан, кеңестері керемет таусылмайтын жырдастан, қанжаластан достықты алтындайын ардақтар. Тегін